Өткен жаңалықтарымыздың бірінде Первый Северный арнасына шағымдарын білдіріп хабарласқан Якір ауылы тұрғындарының мұңын айтқан едік. Сол бағдарламамызда 20-ға жуық жұмысшылардың бір айлық жалақыларын ала алмай жұмыстарынан шығып қалдық дегенін мәлімдеген болатын. Журналистердің материалды эфирге дайындау кезінде Пришимка құс шаруашылығы мекемесі бір күннің ішінде барлық жалақы бойынша қарыздарды өтейтінін де хабарлағанын айттық. Енді өз еңбекақыларын қолдарына алған жұмысшылар мекеме басшылығына наразылықтары жоқ екенін мәлімдеді. Я выражаю огромную благодарность каналу Первый Северный. Барлық жұмысшыларымыздың атынан сіздерге алғыс білдіремін. Первый Северный арнасының көмегімен барлығымыз өзімізге тиесілі ақшаларымызды алдық. Сіздердің қарапайым халыққа сіңіріп жатқан еңбектеріңіз үлкен. Жұмыстарыңызға жеміс тілеймін. Қиыны сол, құс шаруашылығы цехында жұмыс істегендердің бірінің де келісім шарттары болмаған еді. Сол үшін де барлық мекемелердің табалдырығын тоздырып жүргендерін айтқан еді. Первый Северный арнасы қиын өмірлік жағдайға тап болған көрермендеріне көмектесуге дайын екенін тағы да еске салады.